Садақа жіберем деп 5 жылдан 9 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. Бұл қалай десеңіздер, қазір дүкендерде көріп жүрген шығарсыздар, дәл осындай садақа жәшіктері өте көп болып кеткен. Мен өзім де көп байқап жүрмін. Және де осыны тексеретін атқарушы органдардың айтуы бойынша, кейбір жәшіктерді кім қойғаны, және де ол ақша қай жаққа кететіні белгісіз. Кейбір оны жаңа алаяқтар да бар екен, сондай жәшіктерді қоятын. Және де одан да бетері экстремизмді, терроризмді насихаттайтын ұйымдардың да дәл осындай жәшіктері бар екен. Кейбір адамдар, мысалы, маркеттен тамақ алып жатады, мелочь алады да ішіне салып жібереді. Ол егер де сондай ұйымдардың жәшігі болатын болса, ол автоматически сондай бір экстремизмді, терроризмді финансировать ету деген қылмысқа, яғни себепкер болып қалады да. Сол себептен де ондай жәшіктерден сақ болыңыздар. Яғни қандай қор, заңда тіркелген қор ма, соның барлығын тексеру қажет. Бірақ та ең абзалы, менің өзімнің жеке ойым, жалпы садақа беретін болсаңыздар, отбасыларыңыздан, жан жақтан, ағайындардан, сондай бір жақын адамдардан іздесеңіздер. Яғни, егер сондай дүкенде тұрып егер садақа жібергіңіз келсе, онда ол қорда обязательно қараңыздар, бізге заңды түрде тіркелген қор ма, әлде тіркелмеген ба? Себебі оның ішінде алаяқтар да, жаңа айтып өткенімдей, терроризмді, басқаны насихаттайтын ұйымдар ма, сіздер оны білмейсіздер да. Сол себептен де сақ болып жүріңіздер. Бұл бізде қылмыстық кодекстің 258 бабы, яғни финансирование терроризма деген бапқа кіреді. Ол жерде 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру деген жаза қарастырылған. Сол себептен де сақ болып жүріңіздер. Магазиндағы жаңағыдай осындай садақа жәшіктерінен садақа жіберерде қарап байқап жүріңіздер. Осы видеоны жан жаққа таратып отырыңыздар.